Каспийде ешқандай суперсі жоқ, интрига жасаған келмейді, сол үшін кешірім өтінемін. Осы видеода біз су перісі деп аталатын ағза шын өмірде әлемде бар ма жоқ па екендігін зерттеп көретін боламыз, және оған сенетіндер болса, олардың сенімдерінің күл талқанын шығарып көруге тырысатын боламыз. Маған бұл туралы видео шығару идеясы бір қазақ тілді каналдан келді. Ол каналдың аудиториясы өте үлкен болды, және оның каналдың ішіндегі бір видеода су перісінің осы өмірде бар екендігін көрсеткісі келетін айқын көрінді. Үлкен аудиториясына қарамастан өтірік нәрсені шын етіп көрсету дұрыс емес деп ойлаймын. Және егер мен де, сіз де, басқалар да өздері сенетін мифологияларды, өздері сенетін өтіріктерді шын етіп көрсеткісі келетін болса, бұл интернет мусорға айналады. Сондықтан құрметті блогер көрермендерім болса, егер бір нәрсе шығаратын болсаңыздар, интернетке салатын болсаңыздар, кез келген адам интернетке салатын кезде ол нәрсе өтірік па шын екендігін қарап зерттеп біліп алғаны дұрыс болады. Сонымен су перісі бар ма жоқ па екендігін қалай зерттеп білсек болады? Ең алдымен логикаға салсақ болады. Бізбен сіз елестетіп жүрген су перісі осындай бейнеде. Басы қыздың басы болып келе жатады да, аяғы балықтың құйрығы болып кетеді. Білесіз бе, әлемдегі бүкіл жануар, бүкіл тірі ағза, тіпті ол өсімдіктер болсын, қоршаған ортасына байланысты сан мыңдаған жылдар бойы эволюцияланып осы түрлеріне жеткен. Мысалы, құстарды алайық. Мынау бүркіт, біз басын көріп тұрмыз. Денесіне қарағанда өте кішкентай, және басқа құстардікі де бастары кішкентай, және қолының орнына қанат. Бір ерекшелігі оның тұмсығы. Тұмсығы үшкірленген, басқа құстардікі сияқты ұшатын. Тіпті кептердің өзін алсаңыз да, оның тұмсығы өткір болады. Неге? Өйткені ұшу үшін. Бұл өткір тұмсық, кішкентай басы және қанаты жылдар бойы осындай қалыпқа жетіп ұшуға бейімделген. Өткір тұмсық ауаға қарсы ұшқан кезде ауадан келетін кедергі коэффициентін азайтады. Енді кәдімгі жылқыны алайық. 4 аяғы өте мықты, және не байқай аламыз? Оның аяқтары салыстырмалы түрде денесінен кішірек. Пілмен немесе көне динозаврлармен салыстырсақ, бірақ денесі өте үлкен. Денесінен бұрын өкпе тұсы. Өкпе тұсы неге өте үлкен? Өйткені олар алыс қашықтыққа дейін жүгіргенде дыхалқылары оған көмектеседі, және осы үшін бейімделген. Адамдарды алатын болсақ, біз 2 аяқпен жүруді үйренгенбіз. Өйткені қолымыз өзінің басқа қызметтерін атқарады. Барлық жерде заңдылық бар. Енді балықтарды алайық. Бірден көзге түсетін құйрығы, қанаттары және басы мен денесі бірігіп кеткен. Неге? Суда жүзген кезде ауадан келетін үйкеліскіші болмау үшін. Ал су перісіндегі адамдардікіндей басы және жіңішке қолдары жүзуіне кедергі келтіреді. Ұзақ жүзуіне, егер суда тіршілік ететін нәрсе болса, оған шаштың не керегі бар? Әлемдегі барлық тіршілік өзінің табиғаттағы заңдылықтарына бағынады. Және осы орайда не үшін су перісі табиғаттың заңдылықтарына бағынбауы керек және бар болуы керек? Тіпті бірде-бір келтірілген видеосыз, суреттерсіз, ұсынылған дәлелдерсіз, не үшін адамдардың көп бөлігі осындай нәрселерге сенеді? Ең біріншіден, бұл мифологиялардың әсерінен. Бұрынғы өткен замандарда ғылым білім қазіргідей дамымады, және не үшін құстың тұмсығы үшкір деген сұрақтарға жауап беру қиындау болды. Ол кездерде адамдар арасында мифологиялар өте көп еді. Бұрынғы өмір ол кезді түсінуге болады, өйткені болашаққа деген прогресс енді ғана болып жатқан еді. Сол мифологиялардың арқасында біз сфинкс туралы, мына аталған су перілері, диулар, кентаврлар сияқты ағзалармен таныспыз. Айтпақшы, соңғы аталған кентаврлар біздің ата-бабаларымызға байланысы бар. Яғни біздің ата-бабаларымыз көшпелілерге байланысты шығарылған бір мифтің бір түрі. Сол бір мифтарға сену әлі күнге дейін сақталып қалған, және қазір сол мифтерге өкінішке орай әлі сенетіндер бар. Бірақ осы видеодан кейін сіз сондай мифтерге сенуді доғарып, бұндай нәрсе әлемде болмайтынын, жоқ екенін түсінесіз деп ойлаймын. Мүмкін айтатын боларсыздар, мұхиттың 90% зерттелмеген, ойбай, сен қалай білесің, ол жерде бар мүмкін шығар, не үшін сен точно жоқ деп айтасың деп айтуларыңыз мүмкін. Я білемін, 90% зерттелмеген. Бірақ білесіз бе, мұхитқа ене берген сайын, тереңдікке ене берген сайын, мұхиттың қысымы көтеріле береді. Бұны физикадан білетін шығарсыздар. Қысым көтеріле берген сайын, ондағы тірі ағзалардың да бейнелері әртүрлі болады. Біз ойламаған мақұлықтар да шығуы мүмкін.
мысалы мынау футбол фиш деген балық өте тереңде өмір сүреді, түрі де қорқынышты, және жарық бұндай балықтарға жетпейді де, күннің жарығы. Сол үшін бұлардың пішіндері, түрлері біз ойламағандай болады. Қорыта келе, су перісі түпсіз терең тұңғиықта, жарық жетпейтін, қысымы үлкен, қиын климатта өмір сүреді деп айту өте қиын, және тіпті оған сену де өте қиын. Осы видеоның астында сипаттамада бір сайт қалдырып кетемін. Сол сайтқа кіріп, осы әлемдегі, осы жердегі зерттелген бүкіл жануарлардың суретін қарасаңыздар болады, және сіз онда тіпті басыңызға да кіріп шықпаған жануарлардың суретін көре аласыз, және ол жақта су перісі жоқ екендігін көре аласыз. Ал сіз осындай шынайы деректер және құпиялардың құпиясын білгіңіз келсе, каналға тіркеліп кетіңіз және қоңыраушаны басып кетіңіз. Ұнаса видеоға лайк басыңыз, дизлайк басыңыз, және басқа да парақшаларымызға жазылып кетуіңізді сұраймыз. Енді қателесіп жүргендер болса, келесі жолы қателеспейтін болды, және келесі видеоларда жүздескенше.